Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова пара алды деген күдікпен ұсталды. Басылым дерек көздерінің хабарлауынша, Бақытгүл Хаменова мен облыстық мәдениет басқармасының басшысы Ақылбек Рысқалиев Атырауда Абай Құнанбаевтың ескерткішін орнатуға мемлекеттік сатып алу шартын жасағаны үшін 4,5 миллион теңге көлемінде пара алған. Кейін Рысқалиев кінәсін мойындады, ал Хаменова ұсталып, жауап алынғаннан кейін уақытша ұстау изоляторына жіберілді. Абай ескерткішіне келер болсақ, өткен жылы 12 рет алдымен облыстық мәслихат сессиясында, кейін ақынның 175 жылдығын мерекелеу аясында орнату ұсынылды. Бұл идеяны Атырау облысының әкімі Махамбет Досмағамбетов және депутаттар қолдаған. Содан кейін тендер дайындалды. Алдын ала мәлімет бойынша келісім шарт сомасы 150 миллион теңгені құраса, мәдениет басқармасы бірінші траншты жүзеге асыруға қол жеткізген. Ақжайық сайты хабарлағандай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлері Хаменованы 2 айға қамауға алу туралы тергеу сотына өтініш жасады. Бақытгүл Хаменова өткен жылдың 13 наурызында облыс әкімінің орынбасары болып тағайындалған болатын. Бұған дейін ол Нұр Отан партиясының атынан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 6-шы шақырылымының депутаты болған. Пара алу бойынша күдіктілерді Астана қаласынан Атырау қаласына арнайы келген Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бір топ қызметкерлері жүзеге асырды. Алдын ала мәлімет бойынша пара тендерден қайтару болып табылады деп хабарлайды басылым дерек көздері. Қазіргі жағдайда тағы да Атырау облысы әкімінің 2 орынбасарының сотталып жатқанын басылым дерек көздері еске салады. Нұрлан Таубаев 182 миллион теңге көлемінде пара алды деген айыппен және Қайрат Нұрлыбаев ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы ретінде субсидия берді деген айыппен сотталды. Халықтың ақшасын жейтін жемқорлар осылай көп ұзамай бірін-бірін жеп бітіреді. Бұл тойымсыз жемқорларды шетінен ату керек деп ойлаймыз.